Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ, керемет болып шығатын түрік кекісін жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ болып көпіргенге шейін араластырамыз. Оның үстіне сары майымызды құямыз және де сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Ұнымызға какаоны және разрыхителді қосып араластырып електен өткіземіз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Міне қамырымыз дайын болып шықты. Қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Кремін жасау үшін бір жұмыртқаға қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды салып, кішкене араластырып, сүтімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Жай отқа қойып, үнемі араластырып тұрамыз. Келесі креміміздің үстіне сары май салатын боламыз. Сары май ерігенге шейін жақсылап араластырып тұрамыз және де кремді суытуға қоямыз. Міне креміміз дайын болып шықты. Кексімізді тексеріп көреміз, осылай ағаш таяқшамен. Сүт құятын кезде осылай барлық жерін ағаш таяқшамен тесіп шығамыз. Сүтімізді құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі біз кремімізді бетіне жағамыз. Сосын өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен үстіне какао сеуіп шықтым. Және де холодильникқа кем дегенде 2 сағатқа салып қою керек. Менде холодильникта 2 сағаттай тұрды. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Жұмсақ, нәзік және де балаларыңызды үй ішіңізді қуантыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк басып пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.